10 жылдан бері Қазақстанда әйелдер кәсіпкерлігін, оның ішінде ауылда дамытуға бағытталған Coca-Cola белестері әлеуметтік жобасы табысты іске асырылып келеді. Жоба жұмысы басталған жылдардан бастап, оның аясында 60 мыңнан астам әйел оқытылды. Атап айтқанда, 3880-нен астам әйел үздік бизнес-идея конкурсына қатысты. Еліміздің түрлі елді мекендерінде 500-ден астам тренинг өткізілді. 2020 жылдан бастап, жоба шеңберінде оқыту онлайн форматта өткізіледі. Бұл Қазақстан Республикасының бүкіл аумағын қамтуға мүмкіндік берді. Нәтижесінде 117 әйел, жалпы сомасы 390 мың ақш доллары көлемінде өз ісін бастауға немесе дамытуға грант алды. Грант иегерлері 300-ден астам жаңа жұмыс орнын ашты. Жобаның бірегейлігі, оның түсінікті шарттары бар. Біріншісі, оқу материалдары қолжетімді тілде құрастырылған. Екіншісі, барлық адамға ыңғайлы онлайн формат. Оқыту ccb.kz бірыңғай интернет платформасында қолжетімді. Бұл барлық ниет білдірген әйелдерді бизнес негіздері мен фермерлік дағдылар бойынша онлайн оқытудан өтуге, тұрақты шағын бизнесті құру және дамыту мақсатында тәлімгерлер мен пікірлес адамдарды табуға арналған жоба сарапшыларының бастамасы. Coca-Cola белестері жобасының жеңімпаздарының табыс тарихы, олардың жолы мен жетістіктері Қазақстанның барлық өңірлерінен келген миллиондаған әйелдерге пайдалы. Оларға үлгі көрсетеді. Ол сондай-ақ өз ісін батыл ашуға және өзіне сенуге шабыт пен ынталандыру саналады. ccb.kz сайтындағы кәсібін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған бизнес негіздері онлайн бағдарламасы бұл идеядан бастап жобаны іске асыруға дейінгі өз бизнесін кезең-кезеңімен дамыту бағдарламасы. Ол өз ісін ашуды жоспарлап отырғандар, бірақ неден бастау керектігін және одан әрі қалай дамытуды білмейтін адамдар үшін жұмыс істейді. Farmerschool.kz сайтындағы жеке қосалқы шаруашылықтар онлайн мектебі халықтың кең ауқымына арналған және ауылдағы бизнестің әртүрлі түрлерін үйретеді. Өз ісіңізді бізбен бастаңыз. Бизнес негіздеріне онлайн оқытудан тегін өтіп және грант алу конкурсына қатыс. Бүгін мен өзімнің жеңісіме қуаныштымын және өзімді бақытты санаймын. Енді менің эко-бизнесім дамып, адамдарды дәмді өнімдермен қуантады. Я всегда мечтала попасть. Мен әрқашан пікірлес және кәсіпкерлер командасына кіруді армандайтынмын. Мен бүгін белестер командасындамын. Проект дал мне. Жоба маған маңызды білім берді және менің бизнесім үшін керемет бастама берді. Мен бақыттымын. Бала кезімнен ателье ашқым келген арманда едім. Енді мына Coca-Cola белестерінің арқасында менің арманым жүзеге асқалы жатыр. Рахмет көп-көп. Мен бақыттымын. Coca-Cola белестерімен армандар шындыққа айналды. Енді мен кәсіпкерлер қатарындамын. Coca-Cola белестері жобасы нәтижесінде Қазақстанның ауылдық әйелдерінің форумы дүниеге келді. Бұл жеке алаңды құруға ықпал еткен белсенді ауыл әйелдерінің қозғалысын бастап берді. 2018 жылдан бастап жыл сайын ауылдық әйелдердің өңірлік форумдары өткізіледі. Өңірлік форумдардың қорытындысы Республикалық ауылдық әйелдер форумы саналады. Оның жұмысына республиканың барлық облыстарынан әйел делегаттар қатысады. Қазақстандағы Coca-Cola белестері жобасы жұмысының нәтижелері өз жемісін беріп, еліміздің ауылдық аймақтарының экономикалық және экологиялық дамуына үлес қосып келеді.